медициналық бұйымдар мен микросфералармен қолданғаннан кейін адамдар өздерін жақсы сезіне бастайды. Шаршау жиылады, жұмысқа қабілеттілік және еңбекке өнімділік артылады. Микросфералардың әсерінен алдымен асқазанда, шектің ішінде эрозия, язва, свиштер жазыла бастайды. Осы жаралар арқылы сіңірілмеген тамақтың қалдықтары, зиянды патогенді микрофлора, бактерия, вирус, грибок, паразиттар қан жүйесіне енеді. Осының себебінен ағзамыздың кез келген жерінен қабыну процестері басталады. Осы эрозия, язва, свиштер емделгеннен кейін қан жүйесі де тазарады. Қабыну процестердің барлығы да жоғалады. Қан жүйесінде тек қана қызыл қан түйіршіктері ғана қалады. Эритроциттар теріс зарядталған молекулалармен. Олар бір-бірінен итеріліп, қалыпты режимде жұмыс істей бастайды. Ағзаның барлық мүшелерінде, жасушаларында капиллярлық микроциркуляция қалыпқа келеді. Кезінде кеңес өкіметінің гематолог ғалымдары айтқан екен, көптеген ауруларды кетіру үшін ағзаның барлық мүшелеріне, жасушаларына жеткілікті мөлшер мен сапада қандың ағымын қамтамасыз ету жеткілікті екен деп. Бұған тек микросфералардың көмегімен қол жеткізуге болады. Микросфералар плюс деген зарядталған молекулаларды тартады. Осылайша теріс зарядталған молекулалар бар эритроциттер мен дененің басқа бөлшектерін босатады. Және босаған эритроциттер теріс зарядталған молекулалар бар бір-бірінен итеріліп, капиллярлық қан айналымды қамтамасыз етеді. Қандың құрамында болмау керек заттарды, мысалы, ұйықталған қанды, тромбтарды, басқа агенттерді, бактерия, вирус, грибок, паразиттарды және басқа да элементтерді микросфералардың бұл физикалық қасиеттері қандың құрамынан сорып алғанға ықпал етеді. Микросферамен бар байланыс жерде қандың айналымы және қандың микроциркуляциясы қалыпқа келген кезде иннервация, рефлекстер қалпына келеді. Орталық жүйемен, ағзадағы ауырған жермен, мүшемен немесе жасушамен жақсы байланыс орналасады. Мысалы, инсульттан кейін адамдың қолы немесе аяғы қозғалмай қалса, парализованный болып, медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдарды 5-6 ай үнемі қолданатын болса, істемеген қол аяғы істеп кетеді, жұмыс істеп кетеді. Бұған қосымша микросфералардың сыртына қапталған органикалық кремнийден жасалынған сілтілі заттар ағзадағы қышқылдық пен сілтілік тепе-теңдігін өзіне-өзі қалпына келтіру процесіне әкеледі. Және тек қышқыл ортада ғана өмір сүретін зиянды патогенді микрофлораның, бактерия, вирус, грибоктардың колониясын төмендеткенге, азайтқанға ықпал етеді. Егер де медициналық микросфералардан жасалған әртүрлі өнімдерді үнемі қолданатын болса, онда ол адамдың иммунитетін көтереді. Себебі иммунитет ол ең алдымен жаңа және жақсы айналымдағы қан болғандықтан. Адамдардың ауруларын алдын алуға және әртүрлі аурулардан оңалтуға арналған медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдардың қарсы көрсеткіштері мен жанама әсерлері жоқ. Медициналық микросфералардан жасалынған оңалту бұйымдарына бірінші санаттық сапа сертификаты бар. Дәріханаларда сатылмайтын бірінші санаттық медициналық сапа сертификат. Дәріханаларда тек қана қарсы көрсеткіштер бар және жанама әсерлері бар заттар сатады. Ал адамдардың аурулардың алдын алуға және түрлі аурулардан оңалтуға арналған медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдардың ешқандай қарсы көрсеткіштер мен жанама әсерлері жоқ. Ауруды алдын алуға және түрлі ауыр жарақаттардан кейін, операциялардан кейін бастан өткен парақшама кіріп жалғасын көріңіздер.